Я Америка сияқты кино түсіргіміз келеді, Еуропа сияқты мәдениетті болғымыз келеді, жапондар сияқты дамығымыз келеді. Алайда Қазақстан табиғат апатқа қаншалықты дайын? 2 ай бұрын мұз басқан Екібастұздың әр түкпірінде мыңдаған адамның жылусыз қыста қатып үсіп қалуымен басталды. Үйде тоңып, сол жерде жатып, бала-шағаның бәрін Астанаға алып келіп алған. 18 ақпанда сағат 4:37-де Екібастұз жылу электр орталығында су жылыту бөлігінің жылу желісін беру коллекторы зақымданды. Нәтижесінде салқындатқыш температурасының параметрлерін төмендету арқылы су жылыту қазандықтары тоқтатылды. Шамамен сағат 8:00 кезінде жөндеу жұмыстары аяқталды. Коллекторды толтырғаннан кейін сағат 11:00-де жылу желісінің параметрлерін көтеру үшін кезек-кезек су жылыту қазандықтарын іске қосылуы басталды. Мұз басқан қаланың қазіргі жағдайы қандай екенін өз көзімен көру үшін арнайы Екібастұзға да келдім. Ал онда тұрғындардың пікірін сұрап көрейік. Үй салқын, даже обогреватель да жоқ бізде. Енді сол қалпында айтып отыр, 1-2 күн ғана болды біз нормально беріп жатқан. 10 градус. 15-10 градус үйде, иә? Иә, обогреватель қосқанбыз. Обогреватель. Қазіргі уақытта Екібастұз жылу электр орталығында 6 қазандық жұмыс істеп тұр. Жылу беру температурасы -70 градус деп хабарлады энергетика министрлігі. Ал Екібастұз тұрғындары жаңа салынған үйлердің сапасы нашар екенін айтып өтті. Терезелердің бәрі су құрып жатыр. Бүткіл терезелер су құрып жатыр. Жел келеді, страшно келеді суық. Мына үйлердің бәрінде сондай. Бүткіл пластик, любой пластик қарсаңыз, любойына су құрып жатыр. Нет, вообще, мне кажется, они не будут обещания свои выполнять, потому что, мне кажется, там никаких ремонтов сейчас и не планируется вестись. 20 және 24 ақпан аралығында мектептер, колледждер мен қосымша білім беру ұйымдарының оқушылары қашықтықтан оқуды жалғастырады. Балабақшалар кезекші топта режимінде жұмыс істейтін болады делінген білім бөлімінің Instagram парақшасында. Вот она жолдары сөндіріп жүрді, где-то неделю ходили, их мерзли. Айта өтейік, оқыс оқиға орын алған кезде елордалық құтқарушылардан бөлек 3 қаланың мамандары жұмылдырылған еді. Елді есеңгіреткен жылу электр орталығындағы апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, бүгінде тергеу жалғасуда. Амина Мартынманова, Еркін сөз арнасы, арнайы Екібастұздан.